Баршаға күн қайырлы болсын. Бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай керемет мерекелік торт жасайтын боламыз. Яғни сүтті қыз, молочная девочка тортының рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал енді бірге жасайық. Бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, содан соң қойылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құйып, жақсылап миксерлейміз. Сгущенканың осы түрін таңдағандарыңыз өте қолайлы. Три желанияның сгущенкасы жақсы түседі, барынша қою болуы керек. Міне енді осылай миксерлеп болғаннан соң бір ас шай қасық разрыхлителімізді ұнымызға араластырып, ұнымыздың барлығын бірден салып, алдымен осылай миксер қоспастан, содан соң миксердің жылдамдығын қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне видеода көрсетіліп тұрғандай консистенциясы дәл осылай болуы керек. Қоюлығы да. Ал енді сіздерге тағы бір лайфхак. Менен поклан деген бумага таңдауымыз керек. Басқа бумагалар болмайды, себебі асты жабысып қалады. Ал енді формамызды осылай. Менде 22 сантиметрлік форма, 5 штук кож шығады, сондықтан осылай ручкамен сызып, екінші бетіне кождарымызды жайғастыратын боламыз. Әр кожға шамамен 3 ас қасықтан салдым. Егер сіздер бұлай көз мөлшерімен бөлгілеріңіз келмесе, таразының көмегімен бөлулеріңізге де болады, ол өз қалауларыңыз. Бәріне осылай бөліп болғаннан соң, енді лопаткамыздың немесе қасықтың көмегімен осылай барлығын жайғастырып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Мен осылай решеткада суытамын, яғни кождарымыз толық суығаннан соң ғана алатын боламыз. Кождарымыздың барлығы суып болғаннан соң тортымыз идеальный түп-түзу шығуы үшін осылай форманың көмегімен тегістеп шығамыз, артық бөлігін алып тастаймыз. Сонда тортымыз идеальный болып шығады. Барлығын дәл осылай қайталап, видеодағыдай етіп жасаңыздар. Міне осылай артық кождарын алып тастаймыз. Артық кождарын өздеріңіздің қалауларыңызша шет-шетіне безендіруге де пайдалансаңыздар болады. Ал ендіше бұл толықтай суып болам дегенше кремін жасауға кірісейік. Творожный сырымыздың үстіне сахарный пудрамыздың барлығын салып, осылай алдымен миксерді қоспай, содан соң ғана миксерді қосып, осындай күйге енгенше миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай күйге енгеннен соң сливкимізді құямыз, яғни кілегей. Осылай бар жарты литр кілегейімізді құйып, таразының көмегімен құйсаңыздар да болады, немесе көз мөлшерімен құйсаңыздар да болады. Кілегейіміз міндетті түрде 33-35% болуы тиіс. Міне енді қоюланғанша миксердің көмегімен крем болғанша миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз дайын, осындай керемет, өзінің формасын ұстайтын крем болып шығады. Егер де сіздің кілегейіңіз бен творожный сырыңыз екеуі де мұздай салқын күйінде тұрған болса, осындай крем шығатын болады. Ендігі кезекте кремін тортымызды жинауға кірісеміз. Мен алдымен осылай кондитерский мешокқа кремімді салып алдым. Бұлай жағу өздеріңіздің қалауларыңыз, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жаға берсеңіздер де болады. Ал маған осылай ыңғайлы болды. Алдымен осылай кішкене ғана крем жағып, содан соң осылай барлық шетіне бірдей етіп, кремімізді жағып, кождарымыздың барлығын осылай бірінен соң бірін қайталап, тортымызды жинап алатын боламыз. Достар, мен қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне толықтай жазып кетемін, сол жақтан таба аласыздар. Егер де менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қойып, төмендегі подписаться батырмасын басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз мен үшін маңызды. Сіздерден міндетті түрде қолдау күтемін.
Міне біз тортымызды жинап болдық. Енді кремдерін, бетіндегі кремдерін де осылай жағып шығамыз. Жанына да өздеріңіздің қалауыңызбен жақсаңыз болады. Барлық шетіне тигізіп, кремдерімізді жағып, бетін осылай тегістеп шығатын боламыз. Міне осылай артық кремдерін, артық бөліктерін осылай алып тастаймыз. Барынша тегіс, барынша әдемі қылып жасауға тырыстым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, безендіруіңіз. Мен артылған кремнің үстіне осындай қызыл красительді қосып, безек үшін пайдаландым. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз. Айтып өткенімдей, бұлай міндетті емес, әркімнің фантазиясы әртүрлі. Өзіңіздің фантазияңызға қарап тортыңызды әсемдеп безендіре берулеріңізге болады. Мен осылай артылған кремнен шет-шетіне ғана жақтым. Және де менің тортым мерекелік торт болғандықтан өзімнің қолымнан келгенше безендірдім. Үйдегі бар шоколадтарды осылай қойдым. 8 наурыз деп шоколадпен жаздым. Менде шоколадымды еріткен видео түспей қалыпты. Шоколадты еріту үшін микроволновкада немесе водяной ваняда, яғни су моншасында осылай ерте берсеңіз болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен осылай безендіріп қойдым. Менің тортым дайын. Енді бұл тортымыз 2-3 сағатқа холодильникте қалдыратын боламыз. Міне достар, біздің осындай керемет тортымыз өте оңай жасалады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Алда менде көптеген пайдалы рецепттер болады. Кездескенше сау болыңыз.